Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 85-ші сабақ шамаларды өлшеу. Өткен тақырыптағы шамаларды қайталайтын боламыз. Бірінші есеп, Әлия ертегі оқыды. Неше минут өтті дейді. Яғни Әлияның ертегі оқу уақыты неше минут болды? Соны санап көрейік. Бірінші сағатта сағат тілі 4-те, минут тілі 4-те тұр, 4-тен 20 кеткенде бастаған екен. Екінші сағатқа қарасақ, сағат тілі 5-ке жақындап қалған, минут тілі 8-де тұр екен. Яғни 4-тен 40 кеткенде аяқтаған екен. Яғни 4-тен 20 және 4-тен 40 кеткен аралықта неше минут өтті? Соны санап көрейік. Міне қызыл бағыттармен көрсетіп қойдық. Минут тіліне қарап санаймыз, минут тілі сағат 4-те тұр. 5-ке келгенде 5 минут, 6-ға келгенде 10 минут, 7-ге келгенде 15 минут, 8-ге келгенде 20 минут болады екен. Яғни 5, 10, 15, 20 деп санап шығамыз, 5 минуттан екен аралықтары, Сонда Әлияның кітап оқуына 20 минут уақыт өткен екен. Келесі екінші есеп, есепті шығар. Әлия күн астындағы күнікей қыз ертегісін оқыды. Оған арналған суретті 20 минут салды. Сырым аққу ханшайым ертегісін оқып, суретін 30 минутта салды. Кім сурет салуға көп уақыт жұмсады? Қанша уақыт артық жұмсады дейді. Енді осы есептің қысқаша жазылымын жазып аламыз. Астында сұлбада көрсетілген, Әлия 20 минут жұмсады. Сырым 30 минут жұмсаған екен, сурет салуға. Енді кім сурет салуға көп уақыт жұмсады? Және қанша уақыт артық жұмсады? Соны тауып алайық. Ол үшін біз 30-дан 20-ны азайта саламыз, Яғни сырым сурет салуға 30 минут көп уақыт жұмсаған екен. Әлияға қарағанда ол 10 минут артық жұмсаған екен, сурет салуға. Мінеки озат оқушым, есептің берілгенін қысқаша сұлбаға қарап жазып алып, оның жауабын тауып алдық. Келесі бізде үшінші есеп. Суретке қара, сырымның күні бойы не істегенін айт дейді. Яғни суретте уақыттар көрсетілген, сағаттар, және сырымның күнтізбелік уақыты екен бұл. Сырым таңертең сағат 7-де ұйқыдан тұрды, жуынды, Одан кейін сағат 8-де, міне қысқа тілі сағаттың 8-де тұр, ол сағатты көрсетеді. Ал ұзын тілі 12-де тұр, ол минутты көрсетеді. Егер де ұзын тілі 12-де тұрса, ол 00 деген тура болды. Яғни тура сағат 8 болды дегенді көрсетсе, 12-де тұратын болса сағаттың минут тілі. Яғни сырым сағат 8-де таңғы асын ішті. Сағат 9-да мектепке барды. Сағат 1-де сабағын оқыды. Сағат 2-де түскі ас ішті, Ал ойнауға сырым сағат нешеде шыққан екен? Сағат 5-те шыққан екен, доп ойнауға. Ал ұйқыға сағат 9-да жатқан екен сырым. Мінеки сағаттың қысқа және ұзын тілдеріне қарап, сағат неше болғанын айта алады екенбіз, озат оқушым. Келесі бізде төртінші есеп, есепте дейді. Мұнда бірнеше қосу және азайту амалдары берілген, шамаларға қарай. Соларды есептеп көрейік. Бірінші 3 сағатқа 7 сағатты қоссақ, 10 сағат болады екен. 40 сағаттан 30 сағатты азайтсақ, 10 сағат қалады екен. 60 минуттан 50 минутты азайтсақ, 10 минут қалады. 40 минутқа 10 минутты қоссақ, 50 минут болады екен. 6 дециметрден 4 дециметрді азайтсақ, 2 дециметр қалады. 7 дециметрге 2 дециметрді қоссақ, 9 дециметр болады. 70 сантиметрге 30 сантиметрді қоссақ, 100 сантиметр. 100 сантиметрден 80 сантиметрді азайтсақ, 20 сантиметр қалады екен. 60 литрге 30 литрді қоссақ, 90 литр болады. 90 литрден 10 литрді азайтсақ, 80 литр қалады екен. 40 килограммға 30 килограммды қосамыз, 70 килограмм. 90 килограммнан 80 килограммды азайтамыз, 10 килограмм қалады екен. Енді осы 3 бағандағы
есептердің шамаларына көңіл аударып көрейікші қанекей. Бірінші бағанда тұрған есеп шамалары бұл жерде сағат, минут деп тұр, иә? Ол уақыт шамасы екен, иә? Сағат, минут ол уақытты білдіреді. Одан кейін дециметр және сантиметр деп көрсетіп тұр, иә? Ол қандай шамалар? Ұзындықты білдіретін шамалар екен, иә? Одан кейін литр және килограмм деп тұр. Литр дегеніміз сыйымдылықты көрсетіледі. Ал килограмм болса массаны көрсететін шамалар екен, иә? Мінекей озат оқушым төртінші есепті шығарып, уақыт, ұзындық және сыйымдылық масса шамаларын еске түсіріп қайталап алдық. Келесі бесінші есеп, сен зерттеушісің дейді. Пойыз әр қалаға әр түрлі уақытта жүреді. Егер олардың барлығы таңертең жолға шығатын болса, онда қай пойыз басқаларынан ерте жүреді? Қай пойыз соңғысы болып жолға шығады дейді. Осыны мына астында көрсетілген сағат бойынша анықтап алайық, иә? Қай пойыз ерте жүреді екен, қай пойыз соңғысы болып жолға шығады екен. Ең бірінші тұрған Алматы Нұр-Сұлтан бағытындағы пойыз сағат 9-да шығады екен. Шымкент Орал бағытындағы пойыз сағат 6-да шығады екен, иә? Қарағанды Алматы пойызы сағат 5-те шығады. Өскемен Алматы пойызы болса сағат 4-те шығады екен. Нұр-Сұлтан Павлодар пойызы болса сағат 7-де шығады екен. Нұр-Сұлтан Ақтау бағытындағы пойыз сағат 8-де шығады екен, иә? Сағат тілдері көк бағыт пен қысқа тіл, иә? Ал минут тілі қызыл бағыт пен ұзын тіл, иә? Сағатта көрсететін. Енді осы сағат бойынша қай пойыз ерте шығады, ал қай пойыз ең соңғысы болып шығады? Соны қарап көрейік. Ерте шығатын пойыз Өскемен Алматы бағыты бойынша жүретін пойыз екен, иә? Ол таңғы сағат 4-те жолға шығады екен. Ал ең соңғысы болып сағат 9-да шығатын Алматы Нұр-Сұлтан бағыты бойынша жүретін пойыз екен. Мінекей озат оқушым, біз сағат тілдеріне қарап, сағатты біліп, пойыздың жүретін уақыттарын да анықтап көріп алдық, иә? Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды озат оқушым. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кете ғой. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.